Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге таңқурай қосылған сүзбелі кексті қалай ғана оп-оңай жасауға болатындығын көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ерекше тәтті жасалуы оңай бұл кексіміз үлкендердің тісіне жұмсақ, ал үйдегі кішкентайларды қуантары сөзсіз. Ендеше жасауға кірісейік. Ең алдымен 200 грамм сүзбемізді аламыз. Егер де сіздің сүзбеңіз менікіндей ірі түйіршікті болса, кексті білінбес үшін блендерға өткізіп қоймалжың консистенцияға келтіріп алғаныңыз дұрыс болады. Сол кезде бізге керек кексіміз сондай жұмсақ, нәзік болып піседі. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай керек қоймалжың консистенцияға келтіріп алдық. Ендеше біздегі барлық ингредиенттерді бір-бірімен араластырып бастайық. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, оның үстіне шекерімізді салатын боламыз. Егер де сізде миксер болмаса, осылайша мен секілді шанышқының көмегімен араластыра берсеңіз болады. Мінекей шекерімізді салдық, жақсылап араластырып, содан кейін жарты шай қасық тұзымызды қосып, одан кейін оның үстіне сұйық майымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Осы сұйық майдың арқасында кексіміз сондай ылғалды, құрғақ болмай дәмді болып шығады. Ендігі кезекте құрғақтай разрыхителімізді ұнымыздың үстіне салып араластырып, содан кейін консистенциямызға сүзбемізді салып, одан кейін ұнымызды бөліп салып араластыратын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Ең соңында бізге керегі қоймалжың жабысқақтау консистенция. Осылайша кекске арналған формаларымызды дайындап, барлығына 1 шай қасықтың көлемінде салып шығамыз. Осы кексіміздің изюминкасы таңқурайымызды салатын боламыз. Менде таңқурай мұздатылған. Сіз балғын, яғни свежийін пайдалана берсеңіз болады. Егер де сіз таңқурайды өте жақсы көретін болсаңыз, көп мөлшерде сала берсеңіз болады. Ендігі сәтте осы таңқурайымыздың үстіне және 1 шай қасықтан консистенциямызды салып, бетін сәл ғана тегістеп шығатын боламыз. Содан кейін қызып тұрған 180 градустағы пешімізге бар жоғы 25 минутқа салып аламыз. Вуаля! Мінекей кекстарымыз дайын болды. Сондай үлпілдек, сондай биік болып піскен екен. Қазір сіздерге ортасын кесіп көрсететін боламын. Сондай жұмсақ, сондай дәмді болып шығады. Сізде жасап үйіңізді қуантуға кеңес беремін. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.